ма ардақта ағайын, қадірменді көрермен. Бұл ел экономикасын тереңнен талқылап ойға ой қосатын экономика ішінен қарақ подкасты. Бұл жобаны ұсынушы Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі. Ал мәңгілік ел идеясымен бүгінгі күннің болмысын ұштастыра білген бұл жобаның тізгінінде әдеттегідей мен Мерей Сәрсенбек. Бүгінгі тақырып өте қызықты және ауқымды болмақ. Себебі біз бүгін жеңілдетілген несиелер мен мемлекеттік бағдарламалар туралы сөз қозғайтын боламыз. Кейбір адамдар осы қайтарымсыз грантты алғаннан кейін жеке мүддеге тиімсіз, мақсатсыз ретінде пайдаланып жатады. Несиені алғаннан кейін кобальт алып алғандарды, камри алып алғандарды өзіміз көріп жүрміз. Теңге бөлінген болса, оны қадағалайтын бір бөлім бар, бір бөлімде 5 маман бар. Және оның сұрауы бар. Грант алып берем дегеннен кейін машинасын ломбардқа қойып оған берген. Енді грант та жоқ, көлік те жоқ, себебі көлікті ломбард алып қойған, көлікті шайға қойған. Айына, ломбардтың атын айтпай-ақ қойын, бірақ айына емес, жылына 186% қойған көлікті. Ол өмір құтылмайтын қарыз. Заңға барсаңыз, ол қылмыстық кодекске жатпайды, себебі ол сізге алдап алған жоқ, сіз өз еркіңізбен бердіңіз ақшаны. Бұл адамдардың қазір кедергісі өте қатты келіп тұр, себебі осындай адамдардың кесірінен халықтың ішінде мемлекеттік бағдарламаға сенбейтіндер пайда болады. Тонна құжатты жинап жүруге менің шамам да, уақытым да жоқ. Тонна құжат жинайтын заман өтіп кетті қазір. Бір ғана сіздің телефоныңызда, қазір Эгоп мобайлды алатын болсақ, сіздің пропискаңызды ауыстыруға болады. Сізді мысал ретінде некеге тіркеуге болады, сізге несие алуға болады, сізге үйге кезекке қоюға болады. Бір телефон арқылы осы жерде отырып қазір сіздің жұмыстарыңыздың 99.9%-ын бітіруге болады. Ал студияда қонақта осы саланың эксперті, экономист, жаста болса бас болып жүрген жігерлі азамат Қанат Айдарбекұлы. Қош келдіңіз студияға. Ал мен қал жағдайыңыз сұрайықшы, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Мегаполистің таңғы сюрпризі. Көлік кептелісіне ілеспей аман-есен жеттіңіз бе? Әрине. Өзіңіз білесіз, Шымкенттің шілдесі өте ширақ келеді, аптап ыстық болып жатыр. Ыстыққа қалай шыдап жатсыз ба? Үйреніп қалғанбыз ғой біз. Бүгін өте қызықты, ерекше тақырып болмақ. Біз осыған дейін экономика туралы сөз қозғасақ, бүгін кәсіпкерлерге бағытталған бағдарламалар туралы сөз қозғаймыз. Дайынсыз ба? Әрине. Сіз дайын болсаңыз, біз де дайын. Олай болса, алғашқы сауалымды жолдауға рұқсат беріңіз. Алғашқы сауалым, осы мемлекеттік бағдарламалар, микронесиелер деп атап жатырмыз. Бұлар еңбек нарығында шынымен де оң әсерін тигізіп жатыр ма? Қаншалықты тиімді, көңіл көншітерлік пе? Бізде енді еліміз бойынша, қаламыз бойынша ең экономиканың басын бағыттағы ол микрокәсіпкерлер, ең шағын кәсіпкерлер. Мемлекеттік бағдарламаның аясында ол кісілер өздерінің жабайы бизнестерін ИП ашып турлап, төмен пайызда несие алып, осы нарыққа төтеп беретін сауда орындарына келуі, болмаса өз айналым қаражаттарына несие алуы, ол бірден бір көрсеткіш пайдасы тиіп жатқандығының. Түсінікті. Енді мемлекеттік бағдарламалар деп жатыр ғой, ал мен осыған тоқталайықшы. Қазақстанда, қаламызда қандай мемлекеттік бағдарламалар бар? Қандай бағдарламалар қазіргі уақытта өте актуалды дейміз ғой, тиімді? Жалпы бұл жерде бұрын мемлекеттік бағдарламалар өте көп болған. Ол кезде ақпарат та көп болды, бірақ көп адам оның қадірін білмеді, түсінбеді. Қазір мемлекеттік бағдарлама бұрынғыдай көп емес, бірақ қазіргі таңдағы бар мемлекеттік бағдарламалардың өзі істеймін, жұмыс жасаймын деген заң аясында өз кәсібін прозрачный бухгалтерия жүргіземін деген кез келген ИП-ның егесіне, жеке кәсіпкерге тиімді деп айта аламын. Солардың бірі ол өзім ең көп ұсынатын, немесе маған көбінесе сол бойынша кеңес алуға сопровождениеге келетін кәсіпкерлер, олар екінші деңгейлі банк арқылы өзінің бизнесіне жеңілдетілген несиені алуы. Мысал ретінде кез келген бір жылдан асқан ИП-сы, ТО-сы тіркелген кәсібі бар адам қазір өрлеу деп аталады бағдарламаның аты. Бұрын ұлттық жоба еді. Бұрындар тіпті керемет еді. Аудандарда 6%-дан, қалада 7-8%-дан несие берілді. Бір жақсысы саудаға да берілді, жасайым деген адамдарға 3 жыл мерзімге дейін. Қазір енді саудаға жоқ, тек 5 бағытта несие береді, бірақ соның өзінде 5 жыл мерзімге 12,6%-бенен өзінің кепілге қойған затының нарықтағы құнына сәйкес қаражатты алады. Ешқандай кедергісіз, ешқандай адамның
көмегін сізде алуға болады. Себебі бағдарлама бірдей, Қазақстан бойынша талап барлық кәсіпкерлерге бірдей. Ең бастысы кәсіпкер өз жұмысы барысында құжаттарын нақтылап алса болғаны. Негізі осы кез келген бағдарламаға қатысу үшін ол бірінші бизнес жоспар болу керек, бірақ қазір байқаймыз, кейбір азаматтар бұл бизнес жоспарды жай ғана құжат деп селсоқ қарап жатады. Бұл бизнес жоспардың маңыздылығы қандай негізі? Бірден бір маңыздылығы, мен өзім командамда маркетологтарға бизнес жоспар мысалға бір кісіден түскен кезде, заказ жасап жатқан кезде байқайтыным, көп кәсіпкерлер көп қаражатты ала береді. Мәселен, бір кәсіпкерге грузоперевозка логистика бойынша, мысалы ретінде экономиканың басым бағыттағы секторлардың біріне жатады. Себебі бізде Қазақстанда сауда-саттық дамыған деп айтқан күннің өзінде де оны тасымалдайтын жүк көліктері әлі күнге дейін логистика жақсы дамымаған. Осы орайда олар несие ала алады. Мен бизнес жоспарда сұраймын, қанша суммаға жазып берейік бизнес жоспарда, не аласыз, алатын затыңыздың характеристикасын беріңіз деп. Олар айтады, қанша берсе сонша ала береміз дейді. Мысалы ретінде 100 миллион берсе 100 миллион аламыз дейді. Оның нақты мақсат бар, бірақ көбірек қаражат алса, қалған қаражатта артығымен тұра берсе, немесе қалған қаражатта басқа жаққа жұмсаймыз деген секілді. Бірақ оның бар төлеген кезде қиын соғатынын мен жақсы білем, практикамда бұл салада жүргеніме 13 жыл болды. Осы жерде бизнес жоспардың бірден бір көмегі ол кәсіпкер алатын затының нақты сипаттамасын, неге қажет екендігін, оның нарықтағы құнын және осы бойынша өзінің төлей алу қабілетін білуі керек. Ол бизнес жоспар банк үшін, грант болатын болса, акимат үшін, инвестор үшін жазылмайды ғой. Бизнес жоспар ең алдымен сол кәсіпкердің өзінің экономикалық жағдайында қаншалықты төтеп бере алатындығын, бере алмайтындығын және алатын заттың мақсатты бағытта жұмсалуын қадағалайтын бірден бір қағаз. Осы мақсатты бағытта деп айтып өттіңіз. Кейбір адамдар осы қайтарымсыз грантты алғаннан кейін жеке мүддеге тиімсіз, мақсатсыз ретінде пайдаланып жатады. Бұл қайдан шыққан құбылыс десек болады? Бұны қалай түсіндіресіз? Енді кәсіпкер ретінде осы консалтинг саласында қызмет жасап жүріп, өте көптеген осындай сіз айтқан жағдайларға тап болған кездеріміз болды. Өзімізде осы, бұны айтқаныңыз дұрыс, себебі ескерту парыз. Өзімізде осы антикорға, прокуратураға барып, кәсіпкерлердің құжаттары бойынша консультация берген кездерімізде болды, тіпті ол кісілерге де. Неге? Себебі көп азаматтар қаражатты алады, бірақ ұмытып кетеді. Несие алған адам, ол кем дегенде 3 жыл мерзім, 2 жыл мерзім, грантты алған адам кем дегенде 2 жыл мерзім, 3 жыл мерзім. Ол өзінің саласында, өзі тіркелген жерде жұмыс жасап, салығын төлеп, алған қаражатты мақсатты қолданып, мақсатты қолданғандығын, яғни товар сатып алса товарды, услуга сатып алса услуганы, чектерінің барлығын алып, договорды алып өткізу қажет. Қай мекемеден қаражат алды, сол мекемеге ол беру тиіс. Бізде енді несиені алғаннан кейін кобальт алып алғандарды, камри алып алғандарды өзіміз көріп жүрміз. Ескерту парыз, айтамыз, бірақ анауды алыпты, пәленшеде алыпты деп халық арасында сарафан радио кете береді. Ол кісілердің барлығы бір нәрсені ұмытпау керек. Мемлекеттік бағдарлама аясында бір 5 теңге бөлінген болса, оны қадағалайтын бір бөлім бар, бір бөлімде 5 маман бар. Және оның сұрауы бар. Осы орайда тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Әлеуметтік желілерді қарасақ, тырнақшаға алып айтайық, типа эксперт деп жазып болған. Типа эксперттер көбейіп кеткен. Ол кісілердің айтуы бойынша кел, мен саған грант алып берейін, 100% грант аласың дейді. Бұл шынымен көмегі бар дүние ма, әлде кезекті бір трендтегі құбылыс па? Мен көмегі бар дүние деп айта алмаймын. Себебі өзім Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында 8 жыл бойы бизнес мектебін үйлестіріп жүргіздім. Барлық аудан, облыс, қалада мемлекеттік бағдарламаны насихаттайтын сарапшыларды барып оқыттым. Осы салада өз тәжірибемді бөлістім. Карантин кезінде үлкен өзгерістер болды. Карантин кезінде өзімнің жеке кәсібіме көбірек көңіл бөліп, бөлек шықтым. Бұл жерде сіздерге айта кететін бір жайт, сіздің айтқаныңыз жөн, потому что осы жылдың өзінде мен алданып қалдым. Біз күйеуіміз екеуміз, менде жақында бір кісі келді, күйеу екеуі осы Старигородта, бізде ескі базар деп айтамыз, құрылыс материалдарын тасымалдайтын автокөлікті алған, Volkswagen Passat автокөлігін, өздері Каспиймен кредит сатып алған. Потом сіз айтпақшы бір кісі
грант алып берем дегеннен кейін машинасын ломбардқа қойып оған берген. Енді грант та жоқ, көлік те жоқ, себебі көлікті ломбард алып қойған, көлікті шайға қойған. Айына, ломбардтың атын айтпай ақ қояйын, бірақ айына емес, жылына 186% қойған көлікті. Ол өмір құтыла алмайтын қарыз. Ол менің осы соңғы айда келген бір ғана отбасым. Ондай отбасылар өте көп. Грант алып берем деген эксперттерге сеніп, ақыр аяғы сан соғып қалып атқан. Ол эксперттерде заңнан кішігірім хабары бар адамдар. Қазір білесіз, ChatGPT бәрінде бар, бәрі YouTube-ға, Google-ға доступы бар. Мәселен, сізден қаражат алатын болса, айтады, Мерей, мен сенен 500 000 теңге алғаным рас, мен саған грант шығарып берем деп айтқаным рас, бірақ болмай жатыр дейді. Сонымен соны күтіп жүресіз. Заңға барсаңыз, ол қылмыстық кодекске жатпайды, себебі ол сізге алдап алған жоқ, сіз өз еркіңізбен бердіңіз ақшаны. Және ол қашып атқан жоқ, сізге бермеймін деп. Ол айтып жатыр, болмай жатыр деп, сізді алдап. Енді мерзімі өткен сайын зат та тозады ғой, сөзінде құны қадірі кетеді. Ақыр аяғында көп адамды ұмытылып кетіп жатыр. Менде жақын арада осы аудан Қазығұрттан келген қыз келіншектер, ер кісілер өте көп. Өздерінің ағайындарын алданып жүрген кісілер бар. Дәл қазір фамилиясын айтсам да болады, бірақ ол ерсі қылық болатын шығар. Бір емес бірнеше кісіден мен саған несие алып берем, несиенің отчетін жауап берем деп. Өзіміздің Шымкентте де ондай кісілер өте көп. Мен жақында бір кісіге ескерту жасадым, себебі көз көргенде ауыз айтады. Мысал ретінде порталдарға кіріп алады, порталда қарап отырады. Пәленбай кәсіпкер 400 МРП грантын 1 480 000 теңгені шықты деген списокты алып алады да, сол кәсіпкерлерге өздері звондайды. Сен кешке дейін ақша салып жүрсең, мен саған ақша шығарып берем деген секілді. Бұл жерде ешкімнің ешқандай бір шешіп қойған шешімі жоқ. Просто сол адамның дер кезінде жасаған, біреулер енді шустер дейді, біреу пысықтық дейді. Мен оны алаяқтық деп айтар едім. Бұл адамдардың қазір кедергісі өте қатты келіп тұр, себебі осындай адамдардың кесірінен халықтың ішінде мемлекеттік бағдарламаға сенбейтіндер пайда болады. Себебі бағдарлама жасалған, ол ең алдымен жұмыссыз адам өзін тұрақты жұмыспен қамтып, отбасын асырау үшін мемлекетке тіркеліп, бағыт бағдар алып, өз күнін көру үшін жасалған бағдарлама. Мәнісіне барып қарайтын болсақ. Әрине, крупный бағдарламалар да бар, үлкен миллиардтаған қаржы алатын. Но бірақ осы экономиканың микрокәсіпкерлерін алған бағдарламаларда басты мақсат жұмыс орнын ашу үшін. Осындай жағдайда типа эксперттер деп айтқан кісілеріңіз өте көп қаптап кетті, себебі халықтың арасында жұмыссыздық көп. Бәрінде ақшамен проблема. Ал сіз ашасыз Instagram парақшасын, көріп атсыз. Дәл қазір любой осы парақшаны қарап атқан адамдарды көрсеңіздер болады. Ипің болса болды, мен саған 20 миллион теңге 1 минутта шығарып берем, 15 минутта шығарып берем деп. Мен қазір ол консалтинг компаниялардың аттарын атап бере аламын. Баратын болсаңыз, сізден алатын қаражатыңыздың 10%-ын вперед сұрайды. Сөйтеді, одновременно сіздің ипіңіз арқылы любой банкке тупо заявка жібереді, банктың берген пайызында сізге несие алып бере салады. Оны сіз өзіңіз де ала аласыз. Ол несиені алу үшін ешқандай бір маманға, маған да оларға да барудың керек жоқ. Себебі банктердің өздері заинтересован. Сізге банк ешқашан тегін несие бермейді. Банк сізге несие беретін болса, пайызын қосып береді. Пайыздан бөлек банктың сізге сататын услугасы бар. Оның годовой пакеттері бар. Немесе ақшасын шешіп алатын болсаңыз, стап қалатын комиссионный бар. Мысал ретінде кейбір банктер бар, сіз алып тұрған несиеңіздің өзін шешіп алу үшін 2% төлеуге міндеттісіз жалпы сумадан. Енді ойлап қараңыз, сіз мұқтаж болып тұрсыз, 20 миллион теңге алып жатсыз. Оның 2%-ын банк стап қалды. 200 000 теңге кем дегенде сізден стап қалды. Просто кассадан шешіп алғаның үшін. Одан бөлек банктың қосып қойған пакеті бар, плюс банктың пайызы бар. Және бұндай несиелерді алу үшін эксперттерге бару ол сауатсыздық деп ойлаймын. Өзім жұмыс жасаған жерге де ұсыныс бере аламын. Сол жаққа барсаңыздар, сіздер тегін қызмет аласыздар. Кез келген аудан қалада Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар. Кез келген аудан қалада осы акиматтардың тоғылары бар. Шымкент қаласының өзінде акиматтың тоғысы бар, СПК деген. Өздерің жақсы білесіздер. Қазір Шымкент инвест деп аталады. Ол жерге де барсаңыздар, кәсіпкерлерге қызмет көрсететін мамандар отыр. Ол мамандар да сізге қаражат көздерін консультация берген үшін ақша алады, бірақ сізден емес, мемлекеттен. Сіздің иініңізді алады, сіздің удостоверениеңіздің көшірмесін алады, сізге кеңес береді. Бірақ сіз үшін ол тегін қызмет көрсетеді. Сөйтіп сіздің документтеріңізді қала болса қалаға, СПК болса СПК-ға өткізіп, олар өздерінің айлықтарын, өздерінің табыстарын табады. Құрметті көрермендер,
Қанат мырза айтып өткендей, алаяқтыққа алданып қалмаңыздар, тиісті органға барып көмек алуларыңызға болады. Енді келесі сұрақ, бізде мемлекеттік бағдарламалар бар. Ал шаһар жастарына арналған жергілікті бағдарламалар бар ма? Бізде мемлекеттік бағдарлама шаһар жастарына бірден-бір мен ұсынатын бағдарлама, ол қазіргі таңда қайтарымсыз гранттар бар. Қайтарымсыз гранттарды мен жастарға таңғалатын көбісі жас қыздар, балдардың енді қазір запростары жоғары. 400 МРП грантқа көбісі қатысқысы келмейді, хотя олардың қатысу мүмкіндігі өте көп. Неге? Себебі оқу бітірген жас маман, еш жерге тіркелмеген, жұмыссыз, ол барып қатысып алса болады. Себебі бізде менің білуім бойынша жұмысқа қабілетті жастардың өзі 500 мыңнан асады Шымкент қаласында. Себебі мен көп осы бойынша ізденіп көрдім, солардың ішінде 80%-ға жуығы өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды, болмаса жұмыссыз, подрабатывать деп айтайыншы. Біреу бармен болып істеуі мүмкін, біреу даяршы болып істеуі мүмкін, біреу Яндексте істеуі мүмкін, тіркеліп алып. Бірақ ол тіркелген күннің өзінде ол мамандық болмайды ғой. Мамандық болу үшін ол бір логистика ашып, 2-3 адамның басын құрап доставка істеп беретін болса, мамандық кәсіп болады. Ал просто бір күнде шығып сен 5000 теңге тауып, 5000 теңгеге күн көріп қайттың, немесе 50 000 теңге тауып күн көріп қайттың деген ол алдамшы нәрселер. Осы орайда мемлекеттік бағдарлама тұрақты жұмыс орнын ашу үшін гранттар береді, 400 МРП гранты. Одан бөлек 5 миллион қайтарымсыз грант бар, оған да қатысса болады. Бір жыл бойы кәсіпкер өзінің кәсібін тіркеп дайындалатын болса, 5 миллион қайтарымсыз грантты алуға болады. Ешқандай кедергі жоқ. Себебі құжатты қабылдайтын портал, компьютер, өздеріңіз білесіздер, қазір дамыған zaman барлығын электронды түрде қабылдайды. Қорғауға өзіңіз барасыз. Осы орайда бір сауал қойғым келіп отыр. Мен де бір өз таныстарыма осы жайлы айтып өткен тұғым, неғып тапсырып көрмейсің деген кезде маған былай айтты. Тонна құжатты жинап жүруге менің шамам да, уақытым да жоқ. Оның үстіне бұл жерде таныс болса береді, таныс болмаса бермейді дейді. Байқап қарасам, көбісі құжат жинауға қиналады екен. Шынымен құжат жинау күрделі ме, әлде бұл жастардың айтып жатқан сылтауы ма? Тонна құжат жинайтын заман өтіп кетті қазір. Бір ғана сіздің телефоныңызда, қазір Егоп мобайлды алатын болсақ, сіздің пропискаңызды ауыстыруға болады, сізді мысал ретінде некеге тіркеуге болады, сізге несие алуға болады, сізге үйге кезекке қоюға болады. Бір телефон арқылы осы жерде отырып қазір сіздің жұмыстарыңыздың 99.9%-ын бітіруге болады. Даже кейбір банктерден мемлекеттік бағдарлама арқылы несие алатын болсаңыз, биометриканың өзін өтіп беруге болады. Яғни ешқайда барып, ешқандай құжатты жинаудың үлкен бір қиындығы жоқ. Ол жай ғана жастардың, ойлаймын, жастар пысық қазір, бірақ халықтың арасында негатив информацияның көбінің кесірінен жаңағыдай эксперттердің мен сенің құжаттарыңды 5 минутта жинап берем, маған кел деген адамдардың ақпараттарының дұрыс еместігінің кесірінен жастарда осындай көзқарас қалыптасады. Бірақ жастардың да жастары бар. Менде осы аудандардан барып мемлекеттік бағдарлама арқылы несие алып, аудандардан барып айран сүт жинап, бүкіл осы Шымкент қаласындағы лаваш орталықтарына, жеңілдетілген, жеңіл тамақ дайындайтын орталықтарға тетрапакеттерді айранда дайындап апарып беріп, сол арқылы еще грант алып жатқан жастар да бар. Өзімнің кәсіпкерлердің арасында да бар, кейстерін бөлісе аламын. Сол үшін адамның өзіне байланысты. Енді жаңа атап өтіп кеттіңіз, жастар арасында қызығушылық төмендеу дедіңіз, дұрыс па? Бұл не себеп деп ойлайсыз? Бізді насихаттау төмен бе? Әлі де жастар бұған дайын емес пе біздің? Насихаттау болғанда бізде енді қағаз бастылық азайған, бірақ кейбір жерлерде шынында да бюрократия бар. Бюрократия деген сөз қалай түсіндірсем болады? Ол бір қағаз бастылықтың сәл басқаша түрі деп айтайын. Мысал ретінде ауыр жеткізеді, қиын қылып жеткізеді. Мен ойлаймын, оны керісінше дұрыс жағынан жеңіл қылып жеткізу керек. Себебі жас болғаннан кейін олардың мотивациясы 24/7 ойнап тұрады. Ол менің өзіме мысалға консультацияға келген кезде ол кісілер айтады, маған ең оңай вариантты айтыңыз, ең жеңіл несиені айтыңыз. Мен сол несиені алып, табыс тауып, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде өздерінің қойып қойған үлкен запростар бар, сол қаражатты табу керекпін дейді. Ол бірінші мәселе. Себебі жүйелі түрде азанда тұрып жұмысқа бармаған, 3 жылдық жоспары жоқ адам, жас болсын, үлкен кісі болсын, оған қанша қаражат берсең де, ол қаражат ертең банкротство болып қалу қаупі өте жоғары.
Ол бір. Екіншіден, мен енді жастар маған несие алуға келеді ғой. Мысал ретінде, жұмыстың өзінде де біз кей кезде қазірдің өзінде командамызға бір жұмыс істейтін тұрақты ұлдарды, қыздарды жұмысқа алайық десек, айтады: ағай, мен тұрақты жұмыс жасауға дайын емеспін, маған онлайн берсеңіз, үйде отырып жасай берейін дейді. Ол кісіге мен айтамын: сен офисқа келіп жаса жұмысты десем, жоқ, мен кафенеде отырып жасай берейін деген секілді. Мен қарсымын оған, мысал ретінде. Енді жарайды деп мен жақында бір қызды жұмысқа алдым, айлығын берейін, келісімшартқа отырайын десем, қолма-қол бере салыңыз дейді. Неге? Себебі ол кісінің Каспий колда аресте. Неге арестке түскен? Себебі алып тастаған микрозайымдары өте көп. Осы моментті пайдаланып мен эксперт ретінде, маман ретінде айтайын: микрозайымдарға, ломбардтарға мүлдем жоламаңыздар. Сіздер күндікке пайыз төлейсіздер, және сіздердің қойған автокөліктеріңіз, телефондарыңыз, ломбардтарыңыз, алтындарыңыз, олар қайттан шығарып алуларыңыз екіталай. Ақыр аяғында қарызды қарызбен жабатын бастауыш кәсіпкерлер мен жастар көбейеді. Және олардың көбісі, мысал ретінде, күні кеше оқу бітірген мен бірнеше студентті көрдім. Біз саған несие алып береміз деп 4-5 жігіт, 4-5 қыздар бірігіп консалтинг компания ашып, біз саған үй алып береміз дейді. Экономикалық сауаттылығы, тәжірибесі жоқ адам қалай алып береді оны? Ол мүмкін емес. Үй алғыңыз келе ме? Отбасы банкке барыңыз. Несие алғыңыз келе ме? Даму қорына барыңыз. Себебі мемлекеттік бағдарламаны банктерге үйлестіріп беруші даму қоры. Грант алғыңыз келе ме? Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына немесе грантты беретін әкімшіліктің өзінің фронт офисіне барып кеңес алыңыз. Ал нақты уақытыңыз жоқ болса ғана арнайы экспертке барсаңыз болады. Кәсібіңіз бар болса, құжатын заңдастыру керек болса, бухгалтерлік қызмет керек болса, маркетолог қызмет керек болса, барсаңыз болады. Ал қатырып берем, бітіріп берем дегендерге баратын да көбісі осы жастар. Мен гарантия берем, қазір Шымкент қаласында осы жастардың мініп жүрген көліктердің 80-90% ол кредитке алынған. Экономикалық жағынан ол несиеге көлікті алу ол ақталмайды ешқашан. Сіз таксовать етіп 24 сағат тоқтамай жұмыс жасаған күннің өзінде оның амортизациясы бар. Сондықтан очный оқуға бармаған, бір жұмысты тыңғылықты жасап көрмеген адам несиені алып бизнес бастап кету шансы аз. Мотивация бешеный болуы мүмкін, бірақ дисциплина болмаса, ол екіталай, сіз керісінше банкротқа ұшырайсыз. Себебі мен тексерген жастардың несие тарихының 80%, 90% құртылған. 80-90% құртылған, просрочка барлығында. Мен алып қарайым, 70% мен 90% мен жылына өткенде көрдім, мен 470% мен бір микрозайымды алған, ақшаны алған. Сонда қалған 1 миллион 200 теңге. Енді қайтар төлейін десе бір жылдың ішінде, ол 1 миллион 200 теңгенің үстіне 4 миллион 800 теңге қосып төлеу керек. Себебі пайыз о жерде күндікке кетіп жатыр. Мемлекеттік бағдарламаның бірден бір көмегі жастарға сондай жерлерге ұрынбай, жұмыс жасаймын, қайталап айтамын, тұрақты жұмыс орнын ашамын деген адамдарға кәсіптік өзінің қалауы бойынша таңдаудың үлкен мүмкіндігі ғой. Я, өзің сөзіңізге қарасақ, менің замандастарым, құрдастарым дейміз ғой, енді қаржылық сауаттылығы өте төмен екенін байқап отырмыз. Осы жастардың қаржылық сауаттылығы төменділігі қай жерден басталды деп ойлайсыз? Біз қай жерден қате жібердік? Инстаграм аккаунттан ғой. Мен жақында тұрақты жұмыс жасайтын жігіттердің өздерін көріп қалдым. Бір мына жерде мынандай бір буткемп болады екен, мына жерде мотивационный тренинг болады екен. Жаңағы бір жігіттер жиналып алып, даже жаңағы біз еркектік жаңағыдай тестостеронымызды көбейтеміз, кәсіпкерлік қабілетімізді көрсетеміз, апта сайын баняға түсуіміз керек екен деп. Болмаса бір қыздар жиналып алып, біздің жаңағы самооценкамыз жоғары болса, ақша өзі келеді екен деп, әртүрлі мотивациялық ақпараттарды Инстаграмның қарауының жерінен қателестік деп ойлаймын. Сіз қаржылық сауаттылық арттырғыңыз келеді ме? Ол үшін ешқандай еш нәрсені жасаудың қажеті жоқ. Бірақ нәрсе керек қой. Тұрақты жұмыс жасап жатқан өзіңіздің әке-шешеңізбен ақылдассаңыз, сол білет сіздің дәрежеңіздің қандай екен деген, мүмкіндігіңіздің қандай екен. Бірақ үйден далаға қарай қашып, ақша беріп бір жерге жұмысқа тұрып, біреудің офисін арендаға алып, оны асырап, несиені төлеймін деген адам ойлану керек. Ең алдымен бизнес өзі бизнес болмайды. Сіздің газ су светіңіздің өзі пәленбай ақша болуы мүмкін. Жұмысқа адамды алу, оған тұрақты жұмыс тауып беру, адаммен тіл табысу өте қиын. Ол тәрбиеден басталады. Сондықтан жастардың осы жердегі, мен енді ақыл айтқаным емес, бірақ осы жердегі өздеріңіз де байқасаңыздар, 99-9% демеймін, бірақ 50%-дан жоғарғысы мобилограф болғысы келеді, SMM болғысы келеді, болмаса жаңа криптовалюта айналғысы келеді,
Тимур Турловтың өзі криптовалютаны айналысқан кезде айтады жақсы советтерді мысал ретінде да. Мен сондай кісілерді маман ретінде қарасаңыздар қолдаймын. Дәл қазір қаржылық сауаттылық не істеймін десе, мен айтар едім, ең біріншіден әлеуметтік желіңіздегі сіз подписать еткен өтірік мотивационный немесе жаңағыдай бүйтіп бизнес істеу керек деген адамға сіз барып көріңізші. Оның бизнесі сіз оны сіз асырап жатсыз. Мына сабаққа келесің, мотивация беріп жібереді, екінші сабаққа тағы да $1000 апарасың. Болмаса $500 апарасың деген секілді. Мен жақында Алматы қаласында бір жерге бардым, сонда өзіміздің Қаракөз Шымкенттің қыздар балдар толып жүр. Алматыда дейді қанеке свободный өмір екен, бияқ күшті екен. Мен айтам, сендердің қолдарындағы электронный сигаретпенен криптовалютаны үйрену свободный өмір емес қой. Сен криптовалютаны үйрену үшін сенде хотя бы сол брокерский неге қатысатын, криптаны сатып алатын, сататын, сенде жоқ дегенде бір $1 000 000 болса, можно да? Ол үйде риск қой, тәуекел кәсіп деген. Ал воздухтан ақша істеймін дегендерден абайлау керек қой. Ең бастысы айтарым сол. Ол өзіміздің Шымкентте таза емес. Эксперт ретінде тағы бір сұрақ қойсам, қазір Шымкент қаласының жастар арасында инновациялық бизнестер бар ма? Жаңашылдық, жаңа бір идеялар? Жастар арасында идеялар жоқ деп айтуға болмайды. Себебі біз бәрібір осы кез келген қазір компанияға барсаңыз, жас маманды алғысы келеді. Кез келген бизнесте қазір кадровый голд болып жатыр. Мен бірақ мысал келтіріп берейін. Мысалы, кейбір кәсіпкерлерім бар, сіздің үстіңіздегі киімнің түймесінің өзін шығару үшін ол кісі бір аппарат алып келді Қытайдан. Бірақ сол аппаратпен жұмыс жасайтын маман жоқ. Оның тілін түсінетіндер көбінесе жастар. Элементарно, мысалы, соны фотоға түсіріп ChatGPT-ге жіберетінде, оның дұрыс жіберу үшін де қандай файлда, қандай жаңағыдай жымат етілген качество жіберетінде, оны білетін кімдер? Олар жастар. Осы орайда енді ол новизна демегенде не енді? Бір велосипед ойлап табудың қажет жоқ. Менің түсінігімде ондай жастар бізде бар. Мысалы ретінде кофе мәдениетінің өзін бізге алып келген кофейнялар бар. Бірақ сол кофені дұрыс кофені сізге демдеудің өзінің барысында егер дұрыс прессовать етпейтін болса, бір жерден утечкеге кетіп, көбірек су кетіп қалатын болса, кофенің дәмі үзіліп кетуі мүмкін. Себебі дәл сол жерден көбірек кофейне құйылып, су аз, су кем болып қалуы мүмкін. Бірақ тура сол кофейненің екінші точкасына барсаңыз, дәмді жасап беріп жатыр сізге. Ол нормасын білет, порциясын білет. Демек, жастар арасындағы инновация деп мен айтар едім, әркім өзінің жұмысына күнде бір жаңадан кіріскендей қылып баратын болса, новизна сол жерде жатыр, ондай нәрселер бізде өте көп. Бізде енді қазір доставка дейді барлығы, бірақ байқасаңыздар, әлі күнге дейін кейбір кофейняларға барсаң, доставка жоқ. Кейбір кафелерге барсаң, доставка жаңағыдай әлсіз. Мен өзім экономиканы байқап қарасам, 2030 жылға қарай, мысалы ретінде, туризм саласында өте көп спрос бар, туризм саласында өте көп ақша бар, туризм саласында өте көп нан тауып жейтін мүмкіндіктер бар. Кеше елбасымыздың да өзі айтып отыр. Бірақ біз ең керемет жерлерде тұрамыз. Біздегі Сайрам судың өзі, біздегі қаланың ішіндегі туризмге байланысты әртүрлі гастро немесе мәдени орталықтардың өзі, ол инноваторлық қызметтерді талап етеді. Бізде қазір инновация туризм саласында особо жоқ деп айта аламын, себебі сіз бір жаққа барғыңыз келсе, соған апаратын гидтерді, мамандарды тек аккаунт арқылы табасыз. Одан бөлек арнайы бір сайттар болсын, мысал ретінде, сайттан бөлек әркімнің жасына байланысты, отбасына байланысты, мүмкіндігіне байланысты, денсаулығына байланысты талдайтын бір кішігірім демо версияда болса да, ол көбірек мүмкіндік болар еді деп ойлаймын. Демек, инновация бізде бар істеп жатқандар, және олардың басым көпшілігі шеттен келгендер. Өзіңіз байқайтын болсаңыз, біздегі сізге мысал ретінде осы мынаның макетін жасап беретін сайтқа кіріп, соған звондап көретін болсақ, Украинаның, Россияның, Қырғызстанның немесе басқа да мемлекеттің адамдарына шығамыз, түбі келетін болсақ, қолап келетін болсақ. Демек, бұл жерде бізде демек, бізді әлде оқыту керек, әлде жетілдіру керек па? Енді адамдар оқып шаршады қазір. Адамдар оқып шаршады. Не істеу керек біз сонда? Бұрын қазірде бар шығар, мынандай керемет мемлекеттік бағдарлама бар. Служба старших сеньоров деген. Болмаса деловые связи деген. Бұл бағдарламаның ерекшелігі неде? Бұл бағдарламаның ерекшелігі тәжірибелі кәсіпкерменен бастауыш кәсіпкерлер практика барысында тәжірибе алмасу. Яғни бұны енді қазір түсінген адамдардың көбісі өзінің командасында мамандарды өздері алып, өздері оқытып, өздері дайындап жатыр.
ал жас бастауыш кәсіпкерлер мамандарды жалдап жатыр. Осы орайда сіз маманды ұстап тұра алмайсыз, оған қанша ақша берсеңіз де ол көбірек алғысы келіп кетіп басқа жаққа ауысып кете береді. Ал бағанағы служба старших сеньоров ол белгілі бір сала бойынша әр эксперт өзінің саласы бойынша жас буынға практика барысында бизнестің тілінде тәжірибесін бөлісу. Адамдарға оқытудың, мен ойлаймын, уже қажет емес. Енді адамдарға соны әбден оқып, тоқып, істеп көрген, жаңағы түйген нәрсесін жасау керек, сату керек. Бізге берген уақытта өз мәресіне жетіп қалған екен. Енді соңғы қорытындылап айтсаңыз, бизнес бастаймын деген жастарға қандай кеңес бересіз? Нақты мынаны істе дегендей. Бизнес бастаймын деген жастарға жапондарда керемет нәрсе бар. Икигай деп аталады. Кітабы да бар. Кітабы да бар. Мен осы сала бойынша өзім Москваға барып оқып келдім. Сонда түсінгенім, әрбір жас өзінің хоббиін бизнеске айналдыратын болса, онда береке де бар. Онда экономикалық қаржылық сауаттылықты арттыруға мүмкіндік те бар. Ең біріншіден сіз өзіңізге разбор жасап, разбор деген ол психологиялық емес, оған жоламаңыздар, шаршап болған шығарсыздар. Разбор деген өзіңіздің қабілетіңізді анықтау. Қарапайым мысал, сіз нені жақсы көресіз, бір 100 штугын жазыңыз. Және 100 жазған өзіңіздің жақсы көретін дүниенің ішінде дәл қазір сіздің қатарластарыңызға не керек? Соның ішінен нақты керек 10 таңдап алыңыз. Таңдап алған 10 бағыттың ішіндегі сіз қайсысын жасай аласыз, қайсысынан күн көріп табыстап аласыз, 5-еуін таңдап алыңыз. Сол 5-еуін зерттеп көріңіз, Инстаграмға салып көріңіз, OLX-қа салып көріңіз, көшеге жарнама іліп көріңіз. Барлық мүмкіндікті көріңіз да, соның ішінен қайсысында сіз номер 1, number 1 болып жасай аласыз, соның біреуін алып кәсіпке айналдырыңыз. Алып баратқан құпиясы жоқ. Сол кәсіпке одан кейін барып мемлекеттік бағдарламаны таңдаңыздар. Грант болса грант, кредит болса кредитті. А не так, что барып, бірінші сен ақша бер, потом мен бизнес істеймін деген болмайды. Бірінші жұмысты идеяны кіріс, соған сәйкес мемлекеттік бағдарламаны таңдайтын болсаң, онда жақсы кейс шығады деп ойлаймын. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Келесі кездескенше, экономика бағдарламасында жүздескенше сау саламатта болыңыздар.